Елімде тыныш, жерімде тыныш, бейбіттің әні шырқалсын. Бақытты елім, жақұтты жерім, тіл көзден сен сақтасын. Армысыздар, бармысыздар, жүрегі отан деп соққан қазақ елі. Бүгін сіздермен 13 жылдан соң қайта оралған Қазақстан Республикасының тарихы мен маңыздылығымен таныстыра кетейін. Адам шіретіп дүниеге келгенде кіндік қаны тамған жерін отан дейді. Әрбір адамда отанға, туған жерге деген ыстық сезім, үлкен махаббат болады. Алысқа жолаушылап кетіп туған жеріне оралған сәтте тауы да тасы да оған ыстық болып тұрады. Адамзаттың парызы туған отанын гүлдендіріп, сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу. Ағартушы халқымыздың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынов балам деген жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан деген екен. Біз сіздерге тек перзентіміз емес, еліміздің ертеңі, нұрлы болашағы деп қараймыз. Мұхаммед пайғамбарымыз жастық шақта алған білім тасқа ойылған нақыш деген екен. Ендеше сендер бала кезден бастап терең білім меңгеруге тиіссіңдер. Туған еліміздің биікке ұшар сұңқары, бәйгенің алтын бермес тұлпары болыңдар дегім келеді. Президентіміз республика күніне орай Ақордада өткен салтанатты жиында қайта жаңғырған республика күні бұл халқымыздың рухын көтеріп, елдігімізді нығайта түсетін аса маңызды тарихи қадам деп баяндады. Айта кетері, заңға енгізілген соңғы өзгерістерге сәйкес, республика күні елдегі жалғыз ұлттық мейрам. Республика сөзі латын тілінде ортақ іс деген мағына береді. Қазақстан халқы 25 қазан республика күнін қайтадан атап өте бастады. Былтыр мерекелер тізіміне енген бұл күн елдегі жалғыз ұлттық мейрам. Республика күнінің тарихы сонау 90-шы жылдардан басталады. 1990 жылы 25 қазанда Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Бұл Қазақстанның тәуелсіздік алуына жол ашқан маңызды құжат болатын. Декларацияда Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретіндегі саяси құқықтық негіздері жарияланды. Алғаш рет ел аумағының тұтастығы, қазақ халқының және басқа да ұлт өкілдерінің мәдениетін, дәстүрін, тілін қайта түлету, ұлттық болмысты қалыптастыру әрі нығайту сияқты мемлекеттік қағидаттар бекітілді. Осы декларацияның арқасында КСР өз ішкі әскерін, мемлекеттік қауіпсіздік пен ішкі істер органдарын құру құқығына ие болды. Ал президент елдің басшысына айналды. Келесі сөз кезегін әріптесім Жаңылсынға берейін. Армысыздар, жүрегі отан деп соққан қазақ елі. Ендеше оқушыларымыздың республика күніне пікірін тыңдасақ. Мердана, Қазақстан Республикасында республика күні қалай тойланады? Елімізде 25 қазан бұл ұлттық мереке, республика күні, және осыған байланысты біздің мекемемізде оқушыларға және балаларға әртүрлі іс-шаралар өткізіледі. Олардың ішінде концерттер және әртүрлі спорттық іс-шаралар және де осы елімізде болған тарихи оқиғаларға байланысты сынып сағаттары өтіледі. Хадирша, мемлекеттік рәміздерді ата. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне ту, елтаңба және де әнұран жатады. Жауаптарыңызға рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көк байрағымыз мәңгілік желбіресін. Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмен. Қайта тудым, өмірге қайта келдім. Мен мыңда бір тірілдім мәңгі өлмеске, жаса мәңгіге туған елім. Осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көк байрағымыз мәңгі желбіресін. Тудың желбірегені, қазақтың асқақ беделі, махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені.